Қайырлы күн достар, эфирде Транспорт Ньюс бағдарламасы және оның жүргізушісі мен Айгүл Даулыбай. Үкімет отырысында көлік министрі Марат Қарабаев су тасқынына қатысты автомобиль және темір жолдардағы жағдай туралы баяндама жасады. Көлік министрлігі басшысының ақпараты бойынша су тасқыны кезеңі басталғаннан бері республикалық трассаларда 66 су басу жағдайы тіркелген. Жалпы республикалық автожолдар желісінде бұрын 396 су тасқыны қаупі бар учаске анықталған болатын. Олардың барлығы үнемі бақылауда. Уәкілетті ұйымдар тәулік бойы кезекшілік және патрульдеу ұйымдастырған. Су тасқынына қатысты жағдайды бақылауда ұстау үшін министрліктің тәулік бойы жұмыс істейтін ахуалдық орталығы және Қазавтожол диспетчерлік қызметі бар. Бұдан басқа елді мекендерді су басудың алдын алу мақсатында еріген қар суын үлкен көлемде өткізу үшін жолдарды мәжбүрлі бұзу бойынша жұмыстар жүргізілуде. Көлік вице-министрі Сәтжан Аблалиев үкіметтегі азаматтарды қабылдау орталығында ел тұрғындарын жеке мәселелері бойынша қабылдады. Көлік министрлігі басшылығының өкілімен кездесуге Алматы, Павлодар, Орал, Риддер қалалары мен Алматы облысының 5 тұрғыны жазылды. Осылайша Павлодар облысының тұрғыны өңірдегі көліктік бақылау инспекциясы қызметкерлерінің іс-әрекеттеріне шағымданды. Ал Азамат Бекбауов Алматы 1, Алматы 2 вокзалдарында мүмкіндігі шектеулі жандардың мұқтаждықтары үшін жағдай жасалмағандығына назар аударды. Өз кезегінде көп балалы ана Алматы облысының Жамбыл ауданында жергілікті жолдарды дамыту мәселелерін талқылау үшін жазылған екен. Сондай-ақ министрлік өкіліне Өскемен қалалық автобус атынан азамат өтінішімен жүгінді. Ол халықаралық тұрақты жолаушылар тасымалы кезінде жолаушыларды тасымалдаудың белгіленген ережелердегі бұзушылықтары туралы мәлімдеді. Өтініш берушілерге толыққанды жауаптар қайтарылды. Ақтау қаласының әуежайында пилоттық режимде Best Airport Service жобасын іске қосу жоспарланып отыр. Аталған пилоттық жобаның мақсаты қызмет көрсету сапасын жақсартудың және мәдениетті арттырудың тиімді стратегияларын құру болып табылады. Жобаның тұжырымдамасы кешенді тәсілді көздейді. Оның жұмысына мемлекеттік органдар, соның ішінде әуежай қызметтері және Ақтау қаласының әуежайында ұсынылған отандық және шетелдік әуе компаниялардың өкілдіктері тартылған болатын. Жоба шеңберінде жыл көлемінде қызмет көрсету сапасын арттыруға бағытталған семинарлар мен форумдар форматында ұсынылатын бірқатар іс-шара өтетін болады. Өзбекстан Республикасының Самарқан қаласында цифрлық көлік дәліздері халықаралық форумы болып өтті. Көлік министрлігінің атынан тасымалдау саласындағы халықаралық және трансшекаралық ынтымақтастық тақырыбы бойынша өткен сессияға цифрландыру және мемлекеттік қызметтер департаментінің директоры Серғазы Омаш қатысты. Баяндама барысында спикер сессияға қатысушыларға автомобиль жүк тасымалдарындағы Өзбекстан Республикасы мен электрондық рұқсат беру бланкілеріне көшу бойынша жүргізіліп жатқан жұмыстардың нәтижелері туралы айтып берді. Сондай-ақ биыл 15 сәуірден бастап пилоттық режимде электрондық бланкілерді алмасу және беруді бастау жоспарланғаны атап өтілді. Азаматтық авиация комитеті рейстер санын одан әрі ұлғайту және Қазақстаннан ұшу географиясын кеңейту бойынша жұмысты жалғастыруда. Осылайша биыл 2 сәуірде Қазақстан мен Тәжікстан астаналары арасында тікелей тұрақты рейс ашылды. Астана-Душанбе бағыты бойынша рейстер Сомон Эйр әуе компаниясымен аптасына 2 рет 737 Б үлгісіндегі әуе кемесінде орындалатын болады. Әуе бағытының іске қосылуы Қазақстан мен Тәжікстан арасындағы сауда-экономикалық және туристік ынтымақтастықты одан әрі дамытуға ықпал етеді деп күтілуде. Осы апта көлемінде орын алған негізгі жаңалықтар топтамасы осындай. Транспорт Ньюс бағдарламасының келесі шығарылымында жүздескенше.